жіберіп тұрған істейік өстейік деп күнде жазып нетіп тщательно барлығын по порядку мен жеген жоқ енді рахмет сіздерге қанаттарын қағмай осылай қуанышта жүгіре беріңіздер көп сөйлеп кеттім отызылдықта сен жүгіретін болдың енді айқай жібермес о шайынқалып тұр міне сөздердің ауыздарында алматыға келмесеңдер ренжиміз ерлан алматыда жүрсе де прям сояқтан да ұйымдастырушылық несі волнасы келіп жатыр да кәдімгідей серік кеше келді бір күнде ше мен айтамын сен заңстарсыз болатын бала екенсің осы қалада ең баланың көмегі жетпеді бізге осындай пысық негізі көп ойлар болды ғой ондай болмай қалды сол кезде ойлаймын мына жігіттер қасымызда болғанда вообще күшті болады екен деп гүлжаннан сұрап алатын дейсіңдер ғой қасым печать қойып тұрса болар еді құрметті класстастар апай қош көрдік барлығыңызды жолыққан қандай жақсы шынымен де қуанып тұрмыз бүгін бір балалық шаққа саяхат болды біздерге ешқандай риясыз таза жүрекпен таза ниетпен бір-бірімізді көріп мен туралы біреу бірдеңе ойлап қала ма артық сөз айтып қоймайын ба деген ойсыз бір не ғой ыстық достарсыздар класстаспыз қандаймыз бір-бірімізді солай қабылдаймыз сондай бір-бірімізді көтеріп жатыр демеп жатыр үлкен алғысымды білдіремін барлығыңыз уақыт тауып осындай бір кездесуді ұйымдастырғаныңызға өте қуаныштымын бұл деген ерлан айтқан 20 жылда бір келетін 20 жылдық емес пе шынымен де тоқып тұрмын енді ойдағыдай шығып жатыр деген үміттемін номинацияларыңыз құтты болсын келісесіздер ма тек отбасыларыңыз аман болсын осылай төрт көзіміз түгел әрбір жиындарда бірге жинала берейік достығымыз ажырамасын әрдайым тек бір-біріміздің жеткен жетістіктерімізге қуанып марқайып отыра берейік апайымыз аман сау болсын 100 жасаңыз апай 100-ден асыңыз сізге үлкен шәкірттік алғысымызды білдіреміз сіздердің арқаларыңызда осындай таза білім алып шықтық жоғары оқу орнында қандай ауылдан келсеңдер де неге сендер қатты оқисыңдар неге сендер есепті хат шығарасыңдар неге сендер орысша таза сөйлейсіңдер деген сөздерге де әлгіндік есіңде ма сондай бір жақсы мақтаулар әйтеуір барлығы сіздердің арқаларыңызда деп ойлаймын сол рахмет барлығыңызға алыстан келгендерге үлкен рахмет маған да айтып жатырмын ғой жақында тұрып келмей қалғандар енді ред флаг болды жақыннан келмей қалғанда ренжімей ақ қояйық иә әркімнің әртүрлі өмір жағдайлары әртүрлі біз біле бермейміз араласпағанымызды ал құрметті класстастар көптен күткен ұлы күн құтты болсын баршаңызға тек қана осы жерде жиналмасақ та араласпасақ та әйтеуір төрт көзіміз түгел кейбір сыныптар мысалға жаңағы еске алу бір нәрселер өткізіп жатады ғой әйтеуір біздің сыныпта төрт көзіміз түгел екен осы 20 жылдықта сөйтіп төрт көзіміз түгел бауырымыз бүтін болып жиналғанымызға қуаныштымыз сондай енді осындай бас қосулар жиі болып тұрсын жаңағы 10 жылдық біз мысалы 10 жылдықта кескен жоқпыз иә бірден 20 жылдық әрі қарай 5 жылдық деп қоса берейік енді 25 жылдық деген сияқты өйткені одан кейін алдыңғылары үйленеді дейміз тұрмысқа шығады дейміз сонымен күйбең тіршілік одан сайын бізде көбейіп кетпесе азаймайды енді шақырсаң барамыз сонымен жалғастырайын ба Білмейіндер білмейралды. Қайттан басынан бастайды қазір. Енді бәріміз біреулеріміз әр қаладамыз, біреулеріміз тағдырларымыз әртүрлі деген сияқты. Бірақ та бізді біріктіретін бір ғана тұсы бар. Яғни біз бір мектепте, бір мектеп қабырғасынан білім алып шықтық.
бір ұстаздан тәлім тәрбие алдық, яғни бізді біріктіретін сонау ыстық, мына санамыздың түкпірінде қалып қойған балалық шағымызды бүгін оятып, әйтеуір өткен кеткенді еске алып, сондай бір ыстық, жылуға толы бір кездесу болды деп ойлаймын. Шынайы барлығы, шынайы күлкі, эмоциялар, банадан бері шығып жатқан. Сондай осындай өмірде жағдайларымыз көп болсын. Сіздермен бөлісетін нәрсені басқалармен бөлісе алмаймыз деген сияқты. Қайда жүрсеңіздер, аман жүріңіздер, отбасыларыңыз аман болсын, мереке бірлік болсын отбасыларыңызда. Ұлдарыңыз моншақты болсын, қыздарыңыз моншақты болсын. Жақындап қалыпты ғой. Енді не берсе де бәрімізге арнап берсін, алтын балық ілігетін қармақ берсін, басын маңдайларымызға бармақтай бақ берсін, сол бақты басып тұратын батпандай салмақ берсін. Алыстан ат терлетіп, ат терлетпей бізді де терлеткен Ерболат әлем дегенде көпір балық осы кездесуге рахмет саған көп. Бәріміз ембіде тұрғанда бар ғой, үйімізге кезек білетін жақсы. Речкеге шағып мөлдір, Гүлмира, Ерлан, айтам, Келесте Алматыда әдемі жұптары жазылмай жүрген сондай көз қызғарлық ортамызда бір отбасылық жұп бар. Сіздерге де көп алғысымызды айтамыз, қол ұштарыңызды беріп, өзіндік үлестеріңізді қосып жатқан сіздерге де көп рахмет. Армандарыңыз орындалсын, мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Бизнес мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Кластасымызды ертіп келген ортамызда ақ шашықты қазіргі таңда бір отбасыда ақ жаулықты әже болып отырған Жұманеке апай бізге өте ыстықсыз, сондай жанып тұрған сынып едік. Әйтеуір әрқайсымызды бір жанып, лапылдап, өмірден өз орнымызды табуға, осындай қазіргі таңда адал еңбекпен нан тауып жеп отыруымызға себепші болған, тәрбиелеген, бағыт бағдар берген өмірде. Жұманеке апай, басқа да апайлар әрине өз үлестері бар, бірақ сіздікі ерекше, ерен еңбегіңіз. Сізге көп алғыс білдіреміз. Өз отбасыңызда Мәуел бәйтеректей тамырыңызды, күре тамырыңызды тереңге жайып, осы балаларыңыздан көрген немерелеріңіз жайқалған бәйтеректің жапырағындай әйтеуір құлпыра беріңіз, жайнай беріңіз. Келесі кездесулерде де сізді ортамыздан табайық, аман жүріңіз. Ең бастысы бойыңызға, деніңізге күш, қайрат берсін, денсаулық берсін. Рахмет, баршаңызға көп. Осы дастарханға бүгінгі сіздерге сыйлаған көңіл күйге ризасыздар деп ойлаймыз. Енді бізде алыстан келген қонақтар бар. Екі қызымыз, соның ішінде ерекше деп айтып кеткім келеді. Ақгүл мен Гүлжан. Екі қызымызға Ақтөбеден ерекше дәм деп бос қайтармай сіздерді